Сәлеметсіздер ме балалар? Менің көңіл күйім, мен қандаймын? Мен ақылдымын, мен ойшылмын, мен ақкөңілмін, мен әдемімін, мен сабырлымын. Алдыңғы білім, сызбаны толықтыр, өзің білетін ауаның қасиеттерін сызбаға түсір. Әр қасиетке байланысты өмірде мысал келтір. Ауаның қасиеттері: түссіз әрі мөлдір, пішіні жоқ, серпіледі және сығылады, жылуды сақтайды, дәмі мен иісі жоқ, жануды қолдайды, қозғалады. Ауаның қандай маңызы бар? Суретке қарап өз болжамыңды жасап көр. Ауа жер бетіндегі тіршілік үшін маңызды. Жаратылыстану пәні 4-ші сынып 26-шы сабақ. Ауаның маңызы қандай? Оқу мақсаты: адам тіршілігінің түрлі салаларында ауаны қолдану жолдарын анықтау. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Сабақ мақсаты: адам тіршілігі үшін ауаның маңызын білу, ауаның түрлі салада қолданылуын анықтау. Жылуды сақтау. Ауа жылуды нашар өткізеді. Оның бұл қасиеті өте көп пайдаланылады. Жылы киім жасау, жылу сақтайтын құрылыс материалдары, өсімдіктерді суықтан қорғау жұмыстары ауаның осы қасиетіне негізделеді. Жануды қолдау. Ауаның құрамындағы оттек жануды қолдайтын газ, сондықтан от жануы үшін ауаны қолданады. Ауаның бұл қасиетін қарапайым от жағудан бастап, отын жағумен байланысты барлық өндіріс салалары қолданылады. Электр және жылу электр станциялары, тіпті автокөлік, оттек тұтынушы, оның қозғалтқышы оттек арқасында жұмыс істейді. Ауаны қолдану. Металлургия және химия өнеркәсібінде таза оттекті қолданады. Оның негізінен шойыннан және металдан болат алуға жұмсайды. Машина жасауда, құрылыста оттек металдары дәнекерлеуге және кесуге қолданылады. Альпинистер, ғарышкерлер, сүңгуірлер оттек пайдаланады. Медицинада адамның тыныс алу қиындағанда оттек жастықшасын пайдаланады. Ауаны қолдану. Ауаны қыздырғанда көлемі ұлғаяды, жылы ауа жоғары көтеріледі. Әуе шарын ұшыру үшін ауаның осы қасиетін пайдаланады. Ұшақты әуеде ұшуында ауаның тығыздығы пайдаланады. Ауа судан жеңіл. Осы ерекшелігін құтқару құралдарын кеме жасауда қолданады. Ауаның қозғалуын адам ежелден бері түрлі мақсатта пайдаланып келеді. Қазіргі кезде энергия өндіруіне пайдалана бастады. Стоп-кран ашылғанда пойыздың тежегіш желісінен ауа шығады. Бұл пойыз тежегіштерін іске қосады. Шұңғырды жөндеуге дайындау үшін оны жоғарғы жылдамдықтағы ауа ағынымен үрлейді. Пневматикалық балғада сығымдалған ауа екпіні күшті болғандықтан балға жерге қатты кіреді. Ауаның қандай қасиеті табиғатта және күнделікті өмірде қолданылады? Ауаның сығылуы мен серпімділігі қасиеті. Қай денелер жасағанда ауаның сығылуы және серпімділік қасиетін пайдаланады? Ойыншықтар, ағаш, кірпі, секіргіш, жіп, доп, велосипед. Ауаның қатысуымен болатын үдерістерді анықта. Ойыншықтар мен доп арқылы сығылу және серпімділік күші пайда болады. Ауаның қатысуымен болатын үдерістерді анықта. Таттану, ашу, тыныс алу, шіру, жану. Тыныс алу, шіру, таттану, ашу, жану үдерістері ауаның қатысуымен жүреді. Темір ашық ауада тұрса, сыртқы ортаның әсерінен таттанады да өзінің қасиетін жоғалтып бүлінеді. Ауаның қатысуымен болатын үдерістерді анықта. Шіру, таттану, тыныс алу, жану, ашу. Ойланайық, таза оттекпен тыныс алуға бола ма? Білейік. Зерттеушілер үй ішіндегі ауаның сырттағы ауаға қарағанда қатты ластанатынын анықтады. Бөлмені жетпесе, үй ішіндегі оттек пен көмірқышқыл газдың арақатынасы өзгеріп, адам өзін нашар сезіне бастайды. Сондықтан сынып бөлмесінің де, үйдің де ауасын жиі тазартып тұру қажет. Есте сақтайық, адам күнделікті өмірде ауаның қасиеттеріне байланысты қолданады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.